Сол оқиға есіме түссе әлі күнге денем түршігеді. Адам жас кезде жастықпен еш нәрсенің байыбына бара бермейді екен. Біз де жас болдық. Үлкендердің болмайды деп тыйым салынған нәрсесінің барлығы бізге қызық көрінетін, және тыйым салынған нәрсені міндетті түрде жасап көргіміз келіп тұратын. 1999 жылы Асфендияров атындағы медициналық университетке оқуға түстік. Жатақханада қыздар басымыз қосылғанда карта ашу, кофемен бал ашу, тарелкамен әруақ шақырып болашақты болжау секілді нәрселерге әуес едік. Қолымыз қалт етсе болашағымызды болжағымыз келіп тұратын. Бір күні тағы солай басымыз қосылғанда болашағымызды болжап көруге, оның ішінде қашан тұрмыс құратынымызды болжап көруге бел байладық. Үлкен картон қағаз алып бір жағына жылдарды, келесі жағына әріптерді тізіп жазып шықтық. Бір жұқалау тарелканы алып қара қаламмен қас бояйтын қарандашты сулап жүріп екі жаққа қаратып стерилка сыздық. Түнгі 10-ның кезі болғандықтан сырттан түсетін жарығы онсыз да әлсіз бөлменің жарығын сөндіріп, бір шырақ жағып биіктеу киім салатын шкафтың үстіне орналастырып қойдық. Артынша бөлмедегі 4 қыз, басқа бөлмеден қонаққа келген группалас тағы 2 қыз үстел үстін қаумалап ортадағы тарелкеге қолымыздың ұшын жақындатып әруақ шақыра бастадық. Арамыздағы айғаным бастап дауыстап өзінің ертеректе қайтыс болып кеткен әжесін шақырып, болашақ жарының есімінің қай әріптен басталатынын сұрады. Bir кезде тәрелке жылжығандай болды. Шкаф үстіндегі шырақтың үстін бірдеңе желпігендей болды да шырақ өшіп қалды. Бір-бірімізді басқан күйі құлап жығылғанымызға қарамастан шыңғырып бөлмеден атып шықтық. Енді қайтадан ана бөлмеге кіре алсақшы. Коридордан түскен жарықпен қаумалап жүріп алдымен бөлменің жарығын жағып бөлмеге кірдік. Алайда бал ашуды одан әрі жалғастыруымызға дәтіміз шыдамай, бәрін жинап тастадық. Өз шаруамызға айнала бергеніміз сол еді. Енді бөлмедегі электр жарығы жалп етіп сөніп қалды. Тағы бөлмеден шыңғырып атып шықтық. Көрші бөлмедегі курстас балаларды ертіп келіп қарасақ, лампочка күйіп кетіпті. Бір-бірімізді тыныштандырып, бөлменің лампочкасын ауыстырып, қорқынышымызды басып, шай ішейік деп көңіл алдарқатып, басқа әңгіме айтсақ та, қорқынышымыз сейілмей қойды. Сөйтіп төсек салып жатсақ та, жарықты сөндірмей ұйықтауға келістік. Түннің бір уағында әселдің үстінде жоғарғы кереуетте жататын Шынар сатыр-сұтыр етіп құлағында бәріміз өре түрегелдік. Бұрын мұндай жоқ болатын. Шынар жылап тұрып ұйықтап жатқанда біреудің төбесінен төніп тұрғанын, түсім екен деп жата бергенде әлгі елестің кетпей қойғанын, сосын содан қашам деп кереуеттен құлағанын айтып, өксігім баса алмады. Бұдан кейін тіпті ұйқымыз қашты. Bir кезде өздігінен киім салатын шкафтың есігі ашылып кетті. Тіпті құтымыз қашты. Түнгі 4-те кімді ертіп келесің? Оның үстіне Шынардың маңдай шкафтың бұрышына тиіп жырылып қанап тұрған соң вахтадағы Маржан апайға шұбырып бардық. Бөлмеде қалуға ешкімнің жүрегі дауламатты. Маржан апай мән-жайды естіп болған соң аруақты бекере мазаладыңдар деп бізге ұрсып сөйлеп жүріп бөлмеге еріп келді. Әлде бір дұғаларды айтып бөлме ішін аластағандай болды. Біз Шынардың маңдайына салқын су бастық. Өзіміз де үрейленіп ауық-ауық салқын су ұрттап жүрміз. Маржан апай бәрімізге ертемен мешітке барып Құран оқытуды айтып, таң атқанша қасымызда отырды. Өзіміздің де одан кейін ұйықтауға құлқымыз болмады. Сол күні кездей соқтық па, әлде қандай да бір түсіндіріп бере алмас құбылыстар болды ма, әлде шынымен аруақтардың мазасын алдық па? Сондай бір мазамызды алған жағдай орын алды. Таң атқан соң сабақтан кейін мешітке барып садақа беріп Құран оқыттық. Бірақ содан кейін бөлмеміз тынышталды. Жөнсіз бал ашып болашақты болжауды да қойдық. Содан бері бізден басқа бөлек бір әлемнің барына, олардың ретсіз мазасын алуға болмайтынын да түсіндік.